деп алдай береді негізінде бүкіл мұғалімдер. Норм немесе стрём. Бұл мұғалімдердің форматында болмақ дейсің ғой. 3 деген кезде бірден айтамыз, Иә. Біріншісі окошкада мұғалімнің ұйықтап қалуы, ұйықтап алуы. 1, 2, 3. Норм. Бұл норм. Так, екінші сұрақ, оқушыларға үй жұмысын бермеу. 1, 2, 3. Стрём. Иногда болады, егер негізде егер мысалға тапсырмаларды, мысалы условия болады ғой, 10 тапсырма орындаса, үй тапсырмасын бермейміз деген кезде болады. Немесе купон сондайлармен бермесе, сол кезде норм. А так мен всегда үй тапсырмасын беремін. Мен де сондаймын. Кейде болады сәттер, бірақ ылғи емес. Где-то 10% болмаса, а так үй жұмысы ол деген білімнің анасы, қайталау. Келесі, коллегамен ұрысып қалу әріптесіңмен. 1, 2, 3. Стрём. Себебі адам бес саусақ бірдей емес, кейде тіл табыса алмай қалатын сәттер болады. Кез келген адамда, бірақ бет жыртысып, андай қылып емес қой. Өзінің кәдімгі форматында кез келген адамда болатын сияқты тіл кеп қалу. Мұғалім арасында педагогикалық этика болу керек деп ойлаймын. Болу керек, бірақ адами факторды да қосқан дұрыс сияқты. Өйткені әр адам мінезі әртүрлі. Мысалға, егер сендер мысалға дебат болса, ол кезде норм болуы мүмкін. Жоқ, ладно, хорошо. Енді әркім өз ойына қалады. Маған стрём. Мұғалім бір-бірімен ұрыспау керек деп ойлаймын. Компромисс. Көрген жоқсың ба ешкім? Саған ешкім ұрыспады ма? Ұрыспады ешкім. Ешкім өзің ұрыспадың ба? Точно. Жоқ, негізі дұрыс деп қабылдамаймын. Оқушы өзі кінәлі екендігі біле тұра екі алғанына жылау. Оқушы өзі кінәлі біледі. БЖБ-дан, немесе ТЖБ-дан өзі оқымаған біле тұрып, саған 2 алдым, неге 2 деп жылайды да. Дайсың ба? 1, 2, 3. Стрём. Енді өзі білді ғой. Иә, бірақ бұл жерде мен ойымша, егер оқушы ылғи солай жылап, яғни өзінің мәселесін жылаумен шешетін болса, ол прям red flag стрём да. Ал егер болады кейде бір оқушы өзі не қылып кететін, психологиялық возрастта, сабақтан қол түсіп кететін, вот бір БЖВ-да сондай болып қалды, тогда өзінің норме, мне кажется. А так өз проблемасын шешу это стрём. Енді каждый раз жылаумен шешілмейді ғой шаруа. Бала деген өзінің өзі усилия прилагать ету керек деп ойлаймын. Келесі.